Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2022 жыл 7 июн күнгі 312 салық қарар текарында әрбір қала һәм район хакімлері қасында жастар фонд әскерлігі жолға қойылды. Фонд қаржылары жастар дәптеріне кірген жастарға жәрдем көрсету, олардың машқалаларын шешу, һәм сондай-ақ бес басылым олимпиадасын өткеру һәм жеңімпаздарды сыйлауға жұмсалады. Соннан, жастар дәптеріне кіртілген жастарға бір мәртелік материалдық жәрдем көрсету, науқас жастарды емлету, психологиялық қызмет көрсету, айдаушылық оқу курсы үшін төлемлер, мобилизациялық шақыру резерві қызметі төлемі, студенттердің төлемлі контракт төлемі, тұқым һәм нәр алу үшін төлем, аспап үскенелер һәм минет құралдарын алу үшін төлем, тұрақ емес жайлардың ижара қаражетлері, IT һәм шет тілдерге оқыту төлемлері, жас шаңырақлардың тұрақ жай ижарасы, ілім-пән, спорт, көркемөнер һәм мәдениет жөнелісіндегі оқу курстары, олимпиада таңдау һәм жарыстарда қатынасу үшін төлемлер, бұқаралық паспорт алу қаражеті, мектеп формасы һәм оқу құралдарын алу қаражеті һәм бес басылым аллержаларын қаржыландыруға жұмсалады. Жыл басына жастар фондына 19 миллиард 879 миллион сом қаржы қалыптастырылген болып, осы күнге шейін 6838 жастың социал-экономикалық машқаларын шешу мақсатында 15 миллиард 424 миллион сом қаржы сарапыланды. Есетіп өтеміз, жастар дәптеріне кіру үшін Yoshlar Daftari Nuqat.uz электрон платформасына арыза беру арқылы 1093 қысқа номеріне қоңырау ету арқылы, сондай-ақ өзіңіз жасап тұрған махалледегі жастар жетекшісіне мұражат ету арқылы кірітілесіз.